Ақша жоқ, зауыт жоқ, бірақ темір өңдеу өнері бар. Хадзабе тайпасының көршісі Датога тайпасы өндіріс ашып қойған. Айналадағы темір терсекті жинап, балқытып, садақтың оқтарын чабаларға дайындап береді де, оның орнына чабалардан араның балын алады. Датога тайпасының тұрмысы масайларға ұқсас. Бірнеше әйел алу дәстүрі бар. Масайлардан айырмашылығы әр әйелдің өз үйі болмайды. Барлық әйел топырлап, күйеуімен бірге бір үйде тұрады. Мысалы, мына үй иесінің 3 әйелі бар. Жатын бөлмесі адамға тиесілі, ал әйелдері екінші бөлмеде бірге өмір сүреді. Күнделікті негізгі асы угали деп аталады. Жүгеріні таспен ұнтақтап, оны қайнаған суға араластырып, қою ботқа дайындайды. Оны етпен не көкөніспен жейді. Сиырдың сүті негізгі сусын. Ұлттық киімдері 30 күн тігіледі. Ол үшін ешкінің терісі кептіріліп, түгі қырылып, шашақтары кесіліп, моншақтар тағылып, әспеттеліп, бір киім бір айда дайын болады. Ал аяқ киімді мотоциклдің шинасынан жасап, оны да жалқау чабаға сатады. Чабаларға алкоголь ішуді үйреткенде осы тайпа. Шөпті кім үйреткенін айтпайды бәле. Африка әлемін әлі біраз аралаймыз, қызық болса тіркеліп отырыңыз.